Апа, өзіңіз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Мен Абай облысынан 2 мәрте аламан құрап жобасына қатысқан шебердің бірі Төлеубайша Қойбасар қызы боламын. Күміс алқа иегері бірнеше немере шөберенің әжесі 75 жасқа келіп отырмын. Енді 40 жыл ұстаз болып, Қазақ СССР халық ағартушысының озық қызметкері болып, бірнеше шәкірттер тәрбиелеп өсірген адаммын. Қазақстанның алтын кітабына атым жазылған қарт зейнеткермін. Мен 2 мәрте Нұргүл Абайхан құрған жобамен аламанға қатыстым. Жобаның өміршең болатынына сенімдімін. Алматыда әйгілі Медеу мұз айдынында 660 құрақшы шебер қатысып, дүние жүзіне танылып рекордты жаңартты. Бұл еңкейген кәрі бүлдіршін бала аралығында қатысу әрине аса қызығушылықтың нәтижесі. Атадан балаға берілетін бай мұрамыз құрақ өнері. Атамұра дейтін себебім, жазу сызу болмаған кезде ұзатылып кеткен қыздың туған еліне деген, ата-ана бауырына деген қуаныш реніштерін осы қолөнермен жеткізген. Қазақтың қошқар мүйіз оюы құрақ түрінде кесте өрнегімен өріліп, ішкі жан дүниесіндегі сырын жеткізіп отырған. Сәлем ретінде жіберген орамал, төсеніш, сырмақ, текемет өрнектерінің әр өрнегі сыр шертіп тұрған. Бояуы қанық, ашық болса, бақытты екенін, қаралау, сұрғылт болса, тұрмысының төмен ренішті екенін ата-ана сезіп біліп отырған. Құрақ тігу жай ғана емес, ол адамның ой өрісін кеңейтіп, есте сақтау қабілетін арттыратын күш-қуатқа ие. Құрақ құрау ананың балаға, туысқа деген ақ тілек батасы. Әр өрнегіне махаббат пен көз майын тауысып, құрақтай құрал өсіп, өн, көбей деп тұрады. Оюын әрлеп, ине жіппен сәндеп, бар өнерін төгеді. Қазақтың осы сәнді өрнегін сөйлете білу, суретші қаламмен жеткізсе, құрақшы әр қиып алған қиындыны қиыннан құрастырады. Осы өнерге ұрпағымыздың ден қойып үйренгенін қалаймын. Биылғы Өскеменде өтетін аламаншы құрақшыларына шығыс өңірінің жас кәрісі қатысады деп сенемін. Көк туымызда көрінген қошқар мүйіз оюымызбенен құрағымыздың қадір қасиетін, ұлттық нақышымыздың, қазақтың қанына сіңген өнерін ұрпағымыз үшін дәріптеу, мұраға қалдыру. Абай облысының Бақыт Шәпенова бастаған құрақшылары биылғы додаға да бір кісідей ат салысып қатысады, жазылады деп сенемін. Жастар қатарға қосылыңдар, додадан қалыс қалмаңдар.